Армысыздар, құрметті медицина сүйер қауым, сіздермен бірге мен Темірлан, және де бүгінгі видео сабағымызда біз үшкіл нервтің құрылысына және оның жүйкелендіретін бөлімдеріне тоқталатын боламыз. Ал ендеше көп созбай сабағымызға кеттік. Үшкіл нерв адамның организміндегі бір маңызды нервтердің бірі болып табылады. Үшкіл нерв бізде адамның бет бөлімін және де шайнау бұлшық еттерін нервтендіретін жүйке болып табылады. Енді нақтырақ тоқталатын болсақ, үшкіл нерв немесе бесінші жұп нерв, латынша нервус тригеминус деп аталады. Бұл нерв аралас болып келеді, себебі оның құрамында қозғалтқыш және сезімтал талшықтар болады. Осы жерді нақтылап алайық, және ода ешқандай вегетативті талшықтар жоқ. Бұл бізге яғни болашақта керек болады. Енді үшкіл нервтің қозғалтқыш талшықтары, яғни ядролардан тарайтын қозғалтқыш талшықтары көпірде орналасады. Сәйкесінше оның ядросы көпірде орналасады деген сөз. Сезімтал талшықтары ортаңғы мидан жұлынның екінші мойын сегментіне дейін созылып жатыр. Яғни суреттен көріп тұрғандарыңыздай, оның ядросы ортаңғы мидан жұлынның екінші мойын сегментіне дейін созылып жатыр. Яғни осы бізде сезімтал ядролар немесе талшықтар адам организміндегі ең ірі ядролардың бірі болып табылады деген сөз. Суреттен сіздер тағы да нені көрулеріңізге болады. Қозғалтқыш ядролар, міне двигательный ядро деп тұр. Енді үшкіл нервтен сезімтал ядроларына жеке-жеке тоқталатын болсақ, ортаңғы мида бізде бір ядросы орналасады. Мына жерде латыншасын көріп тұрсыздар. Nucleus mesencephalicus nervi trigемини, және де негізгі ядросын көрулеріңізге болады. Негізгі ядросын кейбір кітаптарда көпір ядросы деп те атайды. Ол оқитын әдебиетіңізге байланысты, мысалы Колесников кітаптарында бізде негізгі ядро деп атайды. Ол бізде яғни nucleus principalis nervi trigемини, яғни ол бізде көпірде орналасады. Міне көріп тұрсыздар. Көпірде дегенде нақтырақ айтсақ, ромб үшбұрышында. Әрі қарай кеттік. Келесі бізде жұлынмы ядросы nucleus spinalis nervi trigемини. Бұл ядро бізде жұлында орналасады. Әрі қарай кеттік. Енді біз осы нелерді айтып болғаннан кейін аты үш сезімтал талшықты неге тоқталуымыз керек? Біз үшкіл нерв ганглийіне. Үшкіл нерв ганглийі бізде осы сезімтал ядролардан тарайтын талшықтар біріккеннен кейін пайда болатын ганглий болып табылады. Бұл ганглий қай жерде орналасады? Бұл ганглий бізде үшкіл нерв батыңғысында орналасады. Яғни импрессия тригеминиде орналасады. Суреттен көріп тұрғандарыңыздай нерв талшықтары, яғни өзім салған сурет болғаннан кейін сезімтал талшықтар өзара қосылып, осыдан бізде үлкен бір ганглий пайда болып тұр. Есте сақтау керек, бұл ганглий бізде тек қана сезімтал талшықтардан құрылып тұр. Және де осы ганглийден бізде үшкіл нервтің негізгі үш тармағы тарайтын болады. Яғни ол көз тармағы нервус оптальмикус, жоғарғы жақ тармағы нервус максиллярис және төменгі жақ тармағы нервус мандибулярис. Көз тармағы бізде нервус оптальмикус. Ол таза сезімтал болып табылады. Себебі ол тек қана сезімтал талшықтардан тұрады. Суреттен көріп тұрсыздар. Жоғарғы жақ тармағы нервус максиллярис, ол да бізде таза сезімтал тармақ болып табылады, өйткені сәйкесінше құрамында тек қана сезімтал талшықтар болады. Ал келесі төменгі жақ тармақ, ол бізде аралас болып келеді, себебі оның құрамында бізде қозғалтқыш талшықтар бірге жүреді. Біз бағана айттық, оның құрамында қозғалтқыш талшықтар болады, яғни көріп тұрсыздар, сол қозғалтқыш талшықтармен бірге араласып, осылайша бұл төменгі жақ тармағы бізде аралас болып келеді. Әрі қарай кеттік. Енді біз осы әр тармақтың өзіне жеке-жеке тоқталып шығатын боламыз. Міне мына жерде мынау суреттен сіздер көрулеріңізге болады. Импрессия тригемини, ол бізде осы самай сүйегінде орналасатын шұңқыр батыңқы жер болып табылады. Әрі қарай кеттік. Мынау суреттен көріп тұрсыздар, міне мынау ганглионнан бізде тарап атқан үш тармағы В1 менен бізде көрсетілген. Көз тармағы, жоғарғы жақ тармағы В2 мен В3 пен бізде төменгі жақ тармағы. Енді біз осылардың әрқайсысына жеке тоқталайық. Біздің бірінші қарастыратын тармағымыз ол бізде көз тармағы. Көз тармағы ол бізде көз ұясының жоғарғы саңылауы арқылы өтеді, яғни фиссура орбиталис superior арқылы. Солайша үш тармақ беретін болады өткеннен кейін. Ол бізде мұрын кірпік тармағы, маңдай тармағы және көз жасы тармағы. Мұрын кірпік тармағы немесе нервус насолакрималис, ол бізде өз кезегінде 4 кішкентай бұтақ беретін болады. Ол әр бұтаққа жеке-жеке тоқталып кетейік. Яғни міне көріп тұрсыздар, міне фиссура superior орбиталис, фиссура орбиталис superiorдан өткеннен кейін
ол міне 4 тармақ беріп тұр. Әрқайсына жеке-жеке тоқталайық. Яғни ол бізде көз ұясының төменгі жүйкесі. Ой, тоқтаңыздар, шатастырып жібердім. Ол бізде жоғарғы жақтікі, ал бізде бірінші, ол бізде қандай тармақ? Ол бізде мұрын кірпік жүйкесінің артқы және алдыңғы тор жүйкелері. Немесе оны латынша біз nervi etmoidalis posterior et anterior деп атаймыз. Ол бізде торлы лабиринттің шырышты қабығын және мұрын қуысын жүйкелендіретін болады. Сезімталдығын қамтамасыз етеді. Осыны есте сақтау керек. Себебі бұл бізде тек қана сезімтал тармақтар. Енді келесі ол бізде ұзын кірпік жүйкелері, немесе nervi ciliaris longi. Ол бізде не істейді? Ол бізде көз алмасының ақ қабығына және көз алмасының тамырлы қабығына барып, оның сезімталдығын қамтамасыз етеді. Келесі тармақ бізде мұрындық тармақтар, ат айтып тұрғандай ол мұрынға барады. Солайша ол бізде мұрын арқасына және мұрын қуысының алдыңғы бөлігінің шырышты қабығына барып, ол жердің сезімталдығын қамтамасыз ететін болады. Келесі тармақ ол бізде кірпікті түйінмен байланысатын тармақ, немесе ramus communicanis бізде cam gangliociliari деп атайды. Бұл бізде өзінің ішінде қысқа және де ұзын тармақтар болып бөлінетін болады, және сәйкесінше бөлімдерді нервтендіретін болады. Оны сіздер кітаптан толығырақ оқып аласыздар. Келесі бізде тармағы, маңызды бір тармағы, маңдай тармағы. Ол бізде nervus frontalis деп аталатын болады. Ол да бізде fissura orbitalis superior арқылы өтеді. Мына суреттен көріп тұрсыздар, міне маңдайға кетіп жатқан тармағы fissura superior orbitalis superior арқылы өтеді де не істейді? Екі тармаққа бөлінеді. Ол көз ұясының жоғарғы жүйкесі, немесе nervus supraorbitalis. Nervus supraorbitalis өз кезегінде бізде көз ұясының жоғарғы тілігі арқылы шығып, инцизура орбиталис superior арқылы медиалды және латералды тармаққа бөлінеді де маңдай терісін жүйкелендіретін болады. Міне көріп тұрсыздар, мына бізде инцизура supraorбиталис бар, содан бөлініп бізде екі тармаққа бөлініп жатыр. Көріп тұрсыздар. Ары қарай кеттігенде бізде шығыршық үсті жүйкесі, немесе nervus supratrachealis. Бұл бізде көз алмасының жоғарғы қиғаш үстінен өтіп, мұрын түбірінің терісін, маңдайының төменгі бөлігін және жоғарғы қабақты жүйкелендіретін болады. Әрі қарай кеттік. Келесі бізде тармағы көз жасы тармағы, немесе nervus lacrimalis. Сіздер білетіндей, көз жасы ол бізде без болып табылады. Және мен сіздерге алдағы бағана айтып кеткенімдей, көз тармағы ол тек қана сезімтал тармақ болып табылады. Ол қалай бізде сезімтал бола тұра, безді нервтендіреді деген сұрақ туындауы мүмкін. Себебі безді бізде тек қана вегетативті тармақтар ғана нервтендіре алады. Ал осы жерде қызық. Көз жасы тармағы бізде көз жасы безіне барады. Мінекей көріп тұрсыздар, ол көз жасы безіне барып тұр. Бірақ та ол көз жасына без барып, соны нервтендіреді, және де оның вегетативті түрде нервтендіреді. Ол қалай деген сұрақ туындауы мүмкін. Ол бізде екінші, яғни жоғарғы жақ тармағының ramus communicanis деген тармағымен қосылып, көз жас безін нервтендіреді. Өз кезегінде ramus communicanis ол бізде не істейді? Ramus communicanis бізде постганглионарлық талшықтарменен, яғни вегетативті постганглионарлық талшықтарменен қосылып, оралып, соменен бізде вегетативті қасиеттер көрсете алады. Солайша бізде үшкіл нервтің вегетативті ядросы болмайса да, ол бізде безді нервтендіруге қабілетті болады. Мынау ramus communicanis туралы біз алдағы уақытта айтатын боламыз. Бізде осыменен көз тармағы аяқталды. Енді біз келесі тармақ, жоғарғы жақ тармағына өтетін боламыз. Суреттен қарап өтейік. Тағы да бір қайталап, міне бізде үш тармақ беріп тұр. Fissura supraorbitalistен өткеннен кейін, orbitalис superior fissura orbitalис superiorдан өткеннен кейін маңдай тармағы. Маңдай тармағының бізде екі тармағы бар. Ол supratrachealis және де келесі тармағы оның көз ұясының жоғарғы жүйкесі, және де бізде көз жасы жүйкесі, және де ол бізде көз жас безін нервтендіріп тұр. Келесі тармағы оның бізде мұрын кірпігінен насоцилиари нерв деп тұр. Міне көріп тұрсыздар, және ол көз қабығына барып тұр. Енді біз немесе мына жерден нелер иллюстрацияларды да көруге болады. Міне мынау бізде supratrachealis және де оның жоғары қабаққа барып оның нервтендіруін көріп тұруымызға болады. Әрі қарай кеттік. Енді әрі қарай бізде жоғарғы жақ тармағы. Жоғарғы жақ тармағы бізде foramen rotundum, дөңгелек тесіктен өту арқылы қанат таңдай шұңқырына барады. Қанат таңдай шұңқырына барып, ол бізде не істейді? Foramen rotundumнан өтті. Осы foramen rotundumнан өтпестен бұрын айтқандай, ол бізде менингиалдық тармақ беретін болды. Бұл менингиалдық тармақ бізде барады да,
мыйдың кабыктарын нервтендиретін болады, солайша мыйдың кабыктарының сезимталдыгын камтамасыз этеді. Енді ары қарай форамен ротундумдан өтті, канаттандай шұңқырына түсті, канаттандай шұңқырында канаттандай ганглионун түзетін болады. Ганглион птеригопалатина дейді. Осылайша ол жерде бізде парасимпатикалық вегетативті түйін бар. Бағана айттық, сол парасимпатикалық вегетативті түйін арқылы ол бізде көз жасы безін нервтендіретін болады. Әрі қарай кеттік, енді біз мынау ганглионға тоқталмастан бұрын оның бірінші екі тармағын қарастырып алайық. Яғни ол бізде көз ұясының төменгі жүйкесі және бет сүйек жүйкесі. Көз ұясының төменгі жүйкесі немесе нервус инфраорбиталис, суреттен көріп тұруыңызға болады, былай тікке кетіп жатқан нерв. Ол бізде фиссура инфраорбиталис арқылы өтеді. Содан кейін барып форамен инфраорбиталь арқылы өтеді. Сол тесіктердің өтерін кезінде ол бізде келесі тармақтарды беретін болады. Яғни оның ең маңызды тармақтардың бірі альвеолярлық тармақтар. Альвеолярлық тармақтар сіздер көріп тұрсыздар, міне 3 тармақ. Ол бізде superior posterior alveolar nervus alveolaris, superior medialis nervus alveolaris және де superior anterior nervus alveolaris. Яғни жоғарғы артқы, жоғарғы төменгі, жоғарғы артқы, жоғарғы ортаңғы және жоғарғы алдыңғы. Және де олар бізде тістің белгілі бір бөлімдерін нервтендіретін болады. Міне мынаяқтан көрулеріңізге болады ол суретті. Міне мынау постериор, міне ротундумға кірместен бұрын ол беретін болады. Яғни постериор тармағы ол ротундумға кірместен береді. Және де көрулерін, ротундум деп фиссура орбиталис инфериорға кірместен бұрын береді. Және де қараңыздар, ол не істейді? Ол бізде келеді үлкен азот тістерін нервтендіретін болады. Міне көріп тұрсыздар, middle superior alveolaris нерв деп тұр. Яғни ол бізде ортаңғысы бізде кіші азу нервтерін нервтендіреді. Және келесі бізде алдыңғысы антериор бізде нервтендіреді, күрек тістерменен азу тістерді суреттен көріп тұрсыздар. Енді әрі қарай қарайық. Әрі қарай ол бізде неден өтеді? Форамен инфраорбиталден өтеді, кіші қас табаны түседі, немесе пес минорды түседі. Көріп тұрсыздар, қас табанын ұқсағаннан кейін осыны осылай атаған. Бізде еще пес майор бар, ол бізде бет жүйкесінде айтады. Біз бірінші осы пес минорды қарап алайық. Осы жерде бізде 3 тармақ беретін болады. Ол бізде 3 тармақ, қандай тармақтар? Қабақтың төменгі тармақтары, яғни ол бізде қабаққа қарай баратын болады және қабақты нервтендіретін болады. Келесі тармақ ол бізде мұрынның тармақтары, ол бізде сәйкесінше мұрынды нервтендіретін болады. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ, не нервтендіреді деген сұраққа тоқталатын болсақ, бізде бет жүйкесінің бірінші тармағы, қабақтың төменгі тармағы, ол не нервтендіреді? Ол бізде қабақтың төменгі тармақтары бізде қабақ терісін және төменгі қабақтың конъюнктивасын жүйкелендіретін болады. Келесі бізде мұрын тармақтары. Ол мұрын тармақтары түсіну керек, ол бізде 2 тармағы болады. Ол ішкі және сыртқы мұрын тармақтары. Ол мұрын тармақтары бізде мұрын қанатының терісін жүйкелендіреді және мұрынның алдыңғы бөлімінің шырышты қабығын нервтендіретін болады. В общем, мұрынды нервтендіреді деп айтуымызға болады. Келесі ол бізде жоғарғы ерін тармағы. Ол сәйкесінше жоғарғы ерінді нервтендіреді. Келесі тармақ ол бізде бет сүйек жүйкесі. Бет сүйек жүйкесі көріп тұрсыздар, жоғары қарай кетіп жатқан тармағы болып табылады және де оның өзінің 3 тармағы болатын болады. Ол қандай тармақтар? Ол бет сүйектік самай тармағы. Бұл бет сүйегінің аттас тесігі арқылы шығып, самай сүйегінің терісін және көздің латеральды бұрышын жүйкелендіретін болады. Міне көріп тұрсыздар, ол былай қарай кетіп жатқан, міне зигоматика темпораль деп аталады. Және де ол бізде сәйкесінше бөлімдерді нервтендіреді. Келесі ол бізде бет сүйектік бет тармағы дейді. Оны бізде рамус зигоматика фасциалис деп атайды. Бұл да бізде бет аттас тармақтан шығып, бет сүйегін және орт аймағын нервтендіреді. Осыны есте сақтау керек. Келесі бізде дәнекер тармағы, ол рамус лакрималиспен қосылу арқылы не істейді? Көз жас безін нервтендіретін болады. Осылайша бізде жоғарғы жақ тармағы аяқталды. Аяқталды деген кезде мынау қазір ганглионға тоқталамыз, одан бұрын біз мыналарды қайталап алайық. 2 тармағы болды, көз ұясының төменгі жүйкесі және бет сүйек жүйкесі. Көз ұясының төменгі жүйкесі бізде тіке қарай кетеді, альвеоляр тармақты береді, солайша тістерді нервтендіреді. Содан кейін бізде фиссура инфраорбиталь арқылы өтті, одан кейін бар форамен инфраорбиталь арқылы өтті, содан бар пес минорды түсті. Пес минорды түскеннен кейін ол бізде 3 тармақ берді. Бізде ол қабақтың төменгі тармақтарын берді, мұрын тармақтарын берді және де
жоғарғы ерін тармақтарын берді, солайша сәйкесінше өзінің нервтендіретін бөлімдерін нервтендірді. Келесі тармақ ол бізде бет нерві. Бет нерві өзінің кезегінде 2 тармақ берді. Ол маңдайға кететін тармақ және бет тармағы, және сәйкесінше өзінің тармақтарын нервтендірді. Енді біз мына жерде ганглионға тоқталайық. Ганглион өзі бір маңызды болып табылады. Ол жерде бізде көріп тұрғандарыңыздай қанат таңдай түйіні немесе ганглион птерикопалатина. Ганглион птерикопалатина ол өзінің кезегінде бір маңызды бір нервтердің бірі болып табылады. Одан тарайтын тармақтарды біз көрулеріңізге болады. Міне, ол бізде қараңыздар, осы тістерге тарау арқылы бізде осы жерде плексус түзуге қатысады, яғни өрім түзуге қатысады. Бұл өрімнің маңызы қандай? Бұл өрімнің маңызы бізде қараңдар оқушылар. Бұл өрімнің маңызы тістер өзара байланысу арқылы бірін-біріне сезімталдығын беріп отырады. Яғни білесіздер, біз стоматологқа барғанда айтады, бір тісін ауыртса қалған тістерінде ауырады деп, осы плексусқа байланысты, яғни олар өзара байланысты болады екен. Міне көріп тұрсыздар, плексус өрім түзіліп жатыр. Ол міне бір тармағы, міне палатина нерв осы тіске де барып тісті де нервтендіріп тұр. Міне мұрын таңдай жүйкесі. Енді әрқайсысын жеке-жеке тоқталайық. Оның мұрын таңдай жүйкесі деген тармағы бар. Ол бізде жоғарғы жақ сүйектің сына таңдай тесігі арқылы мұрын қалқасының шырышты қабығына өтіп, кейін күрек түсті өзек арқылы, яғни каналис инсизиус арқылы өтіп, жұмсақ таңдайдың шырышты қабығын жүйкелендіреді. Келесі тармақ ол бізде мұрынның жоғарғы, артқы медиальды және латеральды тармақтары. Бұл бізде не істейді? Бұл бізде сына таңдай тесігі арқылы мұрынның шырышты қабығына және оның бездерін жүйкелендіретін болады. Безді қалай жүйкелендіреді? Бұл жерде бізде постганглионарлық вегетативті талшықтар болғаннан кейін. Келесі тармағы ол бізде үлкен және кіші таңдай жүйкелері. Үлкен және кіші таңдай жүйкелері таңдайдың өзіне аттас тесігі арқылы өтіп, жұмсақ және қатты таңдайды нервтендіретін болады. Осыменен бізде жоғарғы жақ тармағы аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Суреттен бір көріп шығуларыңызға болады. Енді біз қандай тармаққа өтеміз? Келесі біз төменгі тармаққа өтетін боламыз. Мына жерде тағы бір сурет көрсетілген. Иллюстрация. Осы суретте міне ганглионды көрулеріңізге болады. Мына жаққа кетіп жатқан бет нервісін көрулеріңізге болады. Және де басқа да тармақтарын көрулеріңізге болады. Енді біз келесі тармақ төменгі жақ тармағына өтетін боламыз. Төменгі жақ тармағы өз кезегінде бір маңызды тармақтардың бірі болып табылады. Себебі бұл тармақта бізде аралас болып келгендіктен, бұл бізде қозғалтқыш қызмет атқаратын эфферентті тармақтар болғандықтан, бұл бізде бұлшықеттерін нервтендіретін болады төменгі жақ тармағы. Бағана айттық, төменгі жақ тармағы аралас, сондықтан оның құрамында бізде қозғалтқыш тармақтар бар. Енді ол қозғалтқыш тармақтар өз кезегінде келесі бұлшықеттерді нервтендіретін болады. Мына жақта бір сурет бар еді. Так, ол суреттер көрсетілмепті, жақсы қарап өтейік. Дабыл жарғағанның бұлшықетін, яғни барабанды керетін бұлшықетті нервтендіре, яғни біз құлақты өткен кезде айттық. Мускулус тенсор тимпани деген бар, яғни мускулус тенсор тимпани дабыл жарған керіп тұратын нерв болып, бұлшықет болып табылады, және сол бұлшықетті нервтендіретін бізде нервус тенсори тимпани бар. Ары қарай кеттік, таңдай пердесін керетін бұлшықет, яғни нервус тенсори вели палатини, ол сәйкесінше таңдайдың пердесін керетін бұлшықетті нервтендіреді. Шайнау жүйкесі эфферентті нервтендірді, оқушылар түсіну керек. Яғни оларға бізде эфферентті сигналдар келіп отыратын болады. Келесі бізде шайнау жүйкесі нервус массатериус, бұл бізде шайнау бұлшықеттерін нервтендіреді. Келесі тармақ бізде медиальды дене латеральды қанат тәрізді жүйке тармағы, ол бізде сәйкесінше бұлшықеттерін нервтендіретін болды. Яғни бізде қанаттандай бұлшықет нервтендіретін болады, медиальды және латеральды. Оны біз бұлшықеттер өткен кезде айтқан болатынбыз. Енді келесі бізде терең самай жүйкесі темпоралис профунди. Бұл бізде самайды нервтендіретін болады және самайдың бөлімдерінде орналасқан сәйкесінше бөлімдерді нервтендіреді. Әрі қарай кеттік. Әрі қарай баратын болсақ, бізде сезімтал тармақтар. Сезімтал тармақтар бізде маңызды болып табылады. Оны суреттен көрулеріңізге болады. Міне төменгі жақ тармақтарын көрулеріңізге болады. Міне мынау сурет более ыңғайлырақ көрсетілген. Міне төменгі жақ тармақтар әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Ол ұрт жүйкесі нервус бусалис. Ол бізде ұрттың кілегейлі қабығына бару арқылы ұрттың кілегейлі қабығын сезімтал талшықтарменен нервтендіреді. Нервус бусалис ұмытпайық. Тіл жүйкесі нервус лингвалис, тілді нервтендіреді. Және төменгі альвеолярлы жүйкелер, ол бағанағы жоғарғы жақтікі тістерді нервтендіретін болады. Міне сәйкесінше өздерінің
постериор, медиалис, антериор аркылуу тармактар берүү аркылуу бизде не істейді, тиздер нервтендирди. Бирок та бул тармактын ерекшелиги, бул тармак бизде форамен менталь аркылуу өтүп не істейді, нервус ментальга айналады, яғни иек нерві айналады. Сосын бар, ол бізде иекті төменгі ерін терісін нервтендіретін болады. Яғни иекті және төменгі ерін терісін нервтендірді. Ұмытпайық, форамен менталь арқылы өтті, нервус ментальга айналды. Солайша бізде иекті және төменгі ерін терісін нервтендірді. Келесі бізде тармақ құлақ сама жүйкесі, нервус аурикуле темпоралис. Бұл бізде не істейді? Бұл бізде самайдың терісін нервтендіретін болады, және сояқтағы бізде шықшыт безін нервтендіретін болады. Мінекей көріп тұрсыздар, ол міне құлаққа қарай кетіп бара жатыр. Жалпы осы оқушылар мынау суреттен көріп тұрсыздар, міне мынау тілге баратын тармағы, мынау тіске баратын тармағы, одан бізде еще не кетіп жатыр? Иек тармағы кетіп жатыр, келесі тармағы оның тіс тармағы кетіп жатыр, келесі тармағы оның бізде еще ұрт жүйкесін айттық. Ұрт жүйкесі ол бізде ұрт аймағын нервтендіретін болады. Міне көріп тұрсыздар, және де оның келесі тармағы міне ол бізде құлаққа кететін тармағы. Осыменен бізде жоғарғы жақ тармағы да аяқталды. Қатты қиын болмады деген ойдамын. Енді біз барлығымыз күткен, мен жасаған бір үлкен кестеге тоқталып өтейік. Осы кестеде сіздерде барлық нервтер көрсетілген, түсіндірілген, қайсы қай жерге барады, нені не нервтендіреді. Осы суретті сіздер өздеріңіз талдау арқылы, скриндап алу арқылы өздеріңіз оқуларыңызды ыңғайландыруға болады. Бұл слайд сіздерге сразу айтып кетейін, орыс сайттарынан алынған, сондықтан кішкене ақпараттардың өзгешелігі болуы мүмкін, бірақ та қатты өзгешелік жоқ, себебі мен бұны Колесниковпен кішкене өзгертіп под себя жасап шыққан болатынмын. Так что осы оқушылар осы слайд бойынша да дайындалып шығайық. Осылайша біздің видео сабағымыз өз аяғына жетті. Сабақ қызық болды деген ойдамын, түсіндіре алдым деген ойдамын. Үшкіл нервті деп осылайша аяқтадық. Егер сабағымыз ұнаса, комментарий, подписка, лайк жазып, Instagram парақшамызға, YouTube арнамызға тіркеліп, қолдау көрсетіп отырайық. Сіздермен болған мен Темірлан, немесе болашақ хирург. Алдағы уақытта жүздескенше қош сау болыңыздар.